Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге жұмыртқасыз өте дәмді әрі тез дайын болатын булочкилердің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше жасалу жолына бірге кірісетін боламыз. Алдымен құрғақсымызға жылы су, жылы сүт, тұз және қантты салып, жақсылап венчикпен араластырып, шамамен 1 немесе 1,5 қасық жылы ашытқымызды салып, 15-20 минутқа көтерілгенше бетін жауып қоятын боламыз. Енді көтерілгесін ертілген сары майымызды үстіне құйып, оны жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін електен жақсылап өткізілген ұнымызды үстіне ұн қопсытқыш, ванилин қосып, осылай електен өткізіп, ұнымызды біртіндеп қосатын боламыз. Барлық мөлшерін төменге описанияға жазып кететін болам. Алдымен осылай венчикпен араластырып алыңыздар. Кейін венчиктің көмегі қажет болмайды. Қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр елеп, бетін жауып, шамамен 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Менің қамырым өте жұмсақ болып көтерілді, 1 сағатта ашыды. Енді булочкиді жасалу жолына кірісетін боламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шыққан. Қамырларымызды осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, оқтаудың көмегімен начинкасына өзіңіз қалауыңызша не салғыңыз келсе, соны салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенканы қолдандым. Вареный сгущенканың салғанда да сапалы түрінен қолданғаның жақсы, піскенде ақ кетпеуі керек. Міне осылайша бірінші қамырымызды жайып, кейін начинкамызды салып, 2 қаптан жақсылап біріктіреміз. Біздің начинкамыз ақ кетпеуі керек. Достар, егер менің арнам ұнаса, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы тегін мастер-класстарды шығарып отыратын боламын. Осылайша булочкилеріміздің барлығын жасап, противенге салып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пешке салмас бұрын бетін осылай салафанмен немесе таза орамалмен жауып, көтерілгенше 15-20 минутқа қоямыз. Одан кейін бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз. Тура осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің балаларыма әрі отбасыма өте қатты ұнады. Енді осы пешке кетеді. Жасалуы да оңай әрі жеңіл, көп нәрсені қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне менің булочкилерім қып-қызыл болып, үсті асты толықтай пісіп, дайын болып шықты. Енді өз қалауыңызша сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Қазір мен сіздерге булочкидің арасын көрсететін боламын. Мен қараңыздар, жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық қажеттілігін төменге описанияға жазып кететін боламын. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы, қажетті рецепттерді салып отыратын боламын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.